бізге мына Қарақытайды қаптаған керек емес. Себебі бұл біздің, яғни қазақтың ата бабасының аманат болып қалған жер. Сондықтан біздің аманатымыз, аманатқа біз қиянат жасамауымыз керек. Ертеңгі күні біздің мойнымызда қарызымыз, парызымыз, ертеңгі күні біздің ұрпаққа табыстауымыз керек. Сондықтан жоғарыда отырғандар, сендер кім болсаңдар о болыңдар, сендер тектісіңдер ме, тексізсіңдер ме, әлде сендерге ел, жер керек па, керек емес па? Ол қызық емес бізге. Жер халықтікі, ел халықтікі. Сондықтан мына Қарақытайды қаптатуды бұл жерде қажет жоқ. Ол біздің ата бабамыз айтып кеткен, Қарақытайды кіргізбеген кезінде. Олар дос болмағанда. Ертеңгі күні адамдарымыз бұлай тұрсын, мына бақа шаян құрт құмырсқамызды ажырап жүрмейді тағы. Біреуін таппай. Сондықтан мына Қарақытайдың қаптауына біз қарсымыз. Қарсылық жасау үшін осында арнайы Шымкент қаласына Алматыға жетіп келдік. Қытай дегеннен қашпау керек, тұра тұрыңыз, сөз бөлмеңіз. Қытай деген ол өзіңіз білесіз, бүкіл әлем Қытайдың инвестициясына зәру соған таласып жатыр. Көріш тұрған Қытайдан тасымағанда біз енді Италиядан тасимыз бақшаны. Сол себепті бұны Қытайлар келіп жатса, ол ойнап жүрген жоқ қой, келіп осында біздің жолын салайын деп жатыр ғой. Егерде олардың талабына сай жұмыс істелетін болса, неге жергілікті мамандарды тартпасқа? Тартамыз. Одан жалпы мына осы мәселені халықты адастырып Қытайға қарсы қоюға болмайды. Мұна енді бүкіл әлемде бар Қытай деген, не только біздің аягөзде. Қытайда ақша бар. Қытайдан қорықпау керек. Қытай ол келіп осы жерде келіп, ондай болса қорықсаң, онда Қытай осы жерді тастап көшіп кетеді онда айға или Марсқа. Сол себепті Қытаймен олардың келіп жатыр, олар көмектесеміз деп жатыр. Ал қаншама жыл саламыз едік өзіміздің осы темір жолды. Ешкім салмай қойды ғой. Айланып келіп Қытайға салдырайын деп жатырмыз. Қайта сол Қытайларға көмектесіңіздер сіздер. Оны ұрып соғып кешегі өткенде тиктокта жүрген ана келіп ана ертең қамалдан екеуі. Білесіздер. Солай болды ғой, қамалды ғой. Ертең сотталады олар. Не деп сөйлеп отырсың, неге қазақша сөйлемейсің деп Қытайға кесіп отыр, заңсыз. Сол себепті мына жерде ол келді, жұмыс жасауға келді. Ол қайда тұрады енді ол? Қонақ үйде тұрмағанда. Үйіңізге кіргізесіз бе? Бүкіл қазақ халқы, сіздер өздеріңіз ойлаңыздар. Ертеңгі ұрпақтың алдындағы жауапкершіліктеріңізді ойлаңыздар. Ертеңгі ұрпақтың. Ертең ұрпақтың алдында қарабет болып, көрге келер шақтарында өкіріп кіріп, ертең ұрпағымыз Қытайға, әлде соны бір қарға құзғындарға құл болып жүрмесін. Сондықтан ол не дейді? Бір баста бірақ өлім, Алла тағала бірақ рет өлім береді. Онсаң қайда бүгін өлтіріп, ертең қайта тірілтіп алып, арғы күні тағы өлтірмейді сені. Бірақ рет өлім береді. Алла саған осындай өмірді берді ме? Осы өмірде достойын өмір сүрсеңдерші. Ана ұрпақтарыңды, бала шағаңды туғыздың ба? Өмірге алып келдің ба? Соның болашағын қамтамасыз ету сенің қасиетті парызың және міндетің. Сондықтан кішкене рухты, намысты болыңдар. Бұлайдан былай талайын көріп жатырмыз. Мына саясатқа араласпаймын, қой тыныштық керек, тәуба шүкір деп жүрген талай өліп кетіп жатыр. Жол апатынан кетіп жатыр, неше түрлі ауруынан кетіп жатыр, сырқауынан кетіп жатыр.